Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қысқа арналған осындай огород салатын ұсынатын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге керегі баклажан, болгар бұрышы, сәбіз, қызанақ, сарымсақ және пияз и аскөк. Баклажандарымызды осылай ірі қылып тура боламыз. Көкөністеріміздің барлығын жақсылап жуып тазалап, осылай баклажанымызды тура боламыз. Бізде баклажан капризный болғандықтан алдын ала турап, уын өлтіру мақсатында тұз сеуіп қоямыз қазір. Міне 3 ас қасық тұзбен салқын су құйып 1 сағатқа қоямыз. Ендігі кезекте болгар бұрышымызды 4-ге 6-ға бөліп дайындаймыз. Бұл салатта барлығы ірі-ірі болады осындай. Енді сәбізімізді де ірі-ірі қылып осылай турап тастаймыз. Сарымсағымызды да ұсақтап майдалап тура боламыз. Және аскөгімізді де ұсақтап майдалап турап қоямыз. Пияз бенен помидор осылай бүтін күйінше саламыз. Сол үшін помидор менен пиязды барынша майда сортынан алған дұрыс. Помидордың бас жақтарын, керек емес жерлерін алып тастаймыз. Келесі кезекте кастрюлемізге 1 литр салқын суды құйып қайнатамыз. Қайнағанша күтеміз. Қайнаған суымызға пиязымызды осылай салып бұқтырып аламыз. Бүтін күйінше осылай салып 5 минутқа бұқтырамыз. Келесі кезекте сәбізімізді де салып тағы да 5 минут бұқтыртамыз. Мінекей біздің де сәбізіміз бұқтырылды. Жақсылап қозғап алып, келесінде болгар бұрышымызды салып, тағы да 5 минуттай бұқтырып аламыз. Езуама жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің болгар бұрышымызда бұқтырылды. Ендігі кезекте баклажанымызды саламыз. Одан кейін помидорымызды да салып жақсылап бұқтырамыз. Дәміне қарай шамалы тұз саламыз. 2 ас қасық салдық и 300 грамдай сұйық май қоямыз. Барлығын жақсылап араластырып, жиырма минут бұқтырамыз. Одан кейін 20 минуттан кейін сарымсағымызды, аскөгімізді салып, тағы да жиырма минут бұқтырамыз. Ендігі кезекте татымына қарай тұзын көріп, 3 ас қасық шекер саламыз.
және 70% уксустан 2 ас қасық құйып 5-10 минут тағы да бұқтырамыз. Оға дейін банкымызды және крышкаларымызды жақсылап парлап аламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Енді парланған банкілерімізге құйып, осылай ыстықтай суытып алмай құйып, жауып шығамыз. Банк жапқыштың көмегімен осылайдан жауып шығамыз. Жақсылап. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Енді төңкеріп жақсылап орап қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.